қараңдар. Нәруыз мыс сульфаты ерітіндісіменен әрекеттескен кезде тұнба түзілді. Келесі екінші тәжірибеміз күнбағыс дәніндегі майды анықтау. Ол үшін таза фильтр қағазын алып, бір түйір күнбағыс майын алып, жақсылап тұрып еземіз. Фильтр қағазында майдың дақтары пайда болды. Яғни осылайша біз күнбағыс дәнінің құрамында майдың кездесетіндігін анықтадық. Келесі үшінші тәжірибеміз картоптың құрамындағы крахмалды анықтау. Яғни картопқа біз йод ерітіндісін тамызамыз. Сол кезде, егерде картоптың құрамында крахмал кездесетін болса, оның түсі қою көк түске өзгеру қажет. Анықтап қарайтын болсаңдар, түсі жайлап өзгеріп жатыр. Қою көкшіл түс пайда болып жатыр. Яғни бұл деген сөз картоптың құрамында крахмал кездеседі дегенді білдіреді. Сонымен балалар, бүгінгі сабақ сендерге қызықты болды деген ойдамын. Келесі кездескенше қош, сау болыңдар.